Жаз қызғанша қазақстандықтар демалысқа аттанады, үйін жөндеп, саяжайды абаттандырады. Ал бұған Каспий жұма бүкіл халықтық тиімді зат сатып алу мерекесі көмектеседі. Каспий жұма бұл жолы да күткеннен асып түсті. Толығырақ Әсем Ілеспектің репортажында. Каспий сүйікті клиенттерін таң қалдыруын тоқтатпайды. Әрбір Каспий жұма жаңа мүмкіндіктермен қуантады. Бұл жолы серіктестерден 70%-ға дейін жеңілдіктер мен ұлғайтылған бонустар ұсынылды. Сондай-ақ алғаш рет Қазақстандағы демалыс орындарына жолдамаларды тиімді сатып алу мүмкіндігі пайда болды. Бұл ауылдың жұмыс істеп жатқанына биыл 15 жыл болды. Біздің қонақ үйлеріміз бар. Қонақ үйлерге келіп, таудың бөктерінде таза ауа жұтып, сенбілік, жексенбілік күндеріңізді, демалыстарыңызды жақсы өткізулеріңізге болады. Каспий жұма жаңағы Қазақстанның туризміне өте үлкен мүмкіншіліктер береді, себепкер болып жатыр. Мұны қосылғаннан бері бізде сатылымдар күнделікті болып жатыр. Әр жексенбі, сенбі сайын аптаның әр күнінде қонақтарымыз көбейіп жатыр. Мен үлкен ризашылығымды білдірем. Әр Каспий жұма сайын отандық өндірушілердің қатары да артып келеді. Румспей Белоса компаниясы нарықта 2011 жылдан бері келе жатырмыз. 6 қалада бармыз. Одан бөлек онлайн сауда бізде әрине Каспий магазинде де бармыз. Сол басынан қалай басталды Каспий жұма. Содан бері әрине қатысамыз. Өйткені ол үлкен мүмкіндік. Біз үшін де және сатып алу үшін клиентке де ол үлкен мүмкіндік. Мейрам деп айтуға болады ғой, көп күтеміз. Осы 3 күнде ірі сауда орталықтарында сатып алушылар көбейді. Каспий жұманың болатынына қарай біз көбірек дайындала бастадық. Себебі Каспий жұма бұл білуімізше сатылымның көбірек болуы. 2 есе 3 есе артылып сатылымдардың көбірек болуына байланысты дайындаласың. 90 миллионның көлемінде сатылым болды. Бұл 2 есе көбірек басқа сатылымдардан қарағанда. Әсіресе қарапайым сатылымға қарағанда интернет дүкенде көбірек болды заказдар. Әрбір сатып алушыны қуанту мақсатымен елдің түкпір-түкпіріндегі кәсіпкерлер күшейтілген режимде жұмыс істеді. Біз ремонт бастап едік, осы Каспий жұманы күттік. Бүгін осы ас үй жиһазын алайық деп санадық екеуміз, әйеліміз екеуміз. Сондықтан осы Каспий жұма бізге тиімді, өйткені біз 24 айға бөлеміз. Сол бізге төлемі өте ыңғайлы болып тұр. Сондықтан осы Каспий жұма арқылы ас үй жиһазын алайын деп жатырмыз. Қазір көпшілік тауарды жеткізу арқылы сатып алғанды жөн көреді. Осы күнде міне Каспий жұма кеп қалды да, сол сәтті пайдаланып, біз Каспий жұмаға осы матрасты алдық. Қолжетімді, тиімді, бағасы да қымбат емес, 40 мың теңге. Бұдан басқа да телефон, басқа да ұсақ-түйек заттар алып, сонымен пайдаланып, жеке рахметімді айтты. Қазақстандықтардың көпшілігі Каспий постаматқа жеткізуге тапсырыс береді. Постаматтар бүкіл ел аумағында, тіпті шағын елді мекендерде де орнатылған. Бұрын біз қалаға барып алушы едік, мысалы, саяхатқа барып, или Талғарға барып алушы едік. Мына жерде жақын, ыңғайлы бізге үлшер. Каспий постаматтан мен өзіме керекті зат алдым, крем и шашыма маска алдым. Бүгін ерте келді, бір күн ерте келді маған. Әрбір Каспий жұмада 1 миллионнан астам тапсырыс орындалады. Сондықтан логистикалық компаниялар жаңа қоймалар салып, заманауи автоматты жүйелер енгізіп, жаңа жұмыс орындарын ашуда. Каспий жұма біздің отандық ерекше құбылысқа айналды. Ол адамдарға тиімді сауда жасауға, ал бизнеске өсуге және дамуға көмектесетін ерекше мейрам. Әсем Ілеспек, КТК.